Сәлем достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Бүгін өте керемет болып шығатын қатпарлы қаттама жасаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен қажетті заттарымыздың барлығын дайындап аламыз. Суымызға тұзымызды салып, ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала елеуіштен өткізіп алған ұнымызға суымызды аз-аздан құйып, қасықтың көмегіменен араластырып аламыз. Оның үстінен сұйық майымызды құямыз. Енді қолдың көмегіменен өте жұмсақ қамыр дайындаймыз. Толық құрамын төменге жазып өттім. Сол жерден қарап, көбейтіп, азайтып жасауларыңызға болады. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді аздаған уақытқа таңдырып қоямыз. Мінекей менің қамырым тынықты. Енді осыны алып, екі зуалаға бөліп алдым. Осылай бір тегіс етіп, зуала жасап алдым. Енді осы қамырымызды жаямыз. Ең алдымен қолдың көмегімен осылай үлкейтіп аламыз. Одан соң оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Мінекей, енді жайып болғанымыздан кейін мен тоңмай қолдандым. Сіздер сарымай қолдансаңыздар болады. Тоңмайымызға 250 грамм тоңмайымызға 250 грамм сұйық майды құйып араластырып, қамырымызға сол майды жағып шықтым. Оның үстінен екінші зуала қамырымызды да дәл солай жайып, оның үстінен де майымызды құйып, жан жағына жағып алдым. Мінекей видеода көрсетілген. Егер де сіздер тоңмай ұнатпайтын болсаңыздар, сарымайды жақсаңыздар болады. Енді оқтаудың көмегімен дәл видеодағыдай етіп орап аламыз. Мінекей, енді пышақпен кесіп, дәл төмендегі рецепт бойынша 4 қаттама шығады. Мінекей, осылай бөліп, енді осы қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз. Өте қатпарлы, жұмсақ қамыр шығады. Мінекей, осылай видеодағыдай етіп дөңгелетіп шығамыз. Барлығын осылай дөңгелетіп алдық. Бұл қамырды жасап, дәл осы қалпында морозильникке салып қойсаңыздар да болады. Кез келген уақытта алып пісірсеңіздер болады. Енді орап алған қамырларымызды дәл осылай жайып аламыз. Шамамен көлемі 26-28 диаметрде болады. Мінекей, мен барлығын осы жайып алдым. Енді қызып тұрған майымызға, табамызға аздаған май құйып аламыз. Сонымыз қызғаннан кейін қамырымызды салып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Баяу отта пісіреміз. Отымыз қатты қызып кетпеу керек. Мінекей, бір беті қызарды. Енді келесі бетіне осылай таяқшаның көмегімен ауыстырып аламыз. Мінекей, осындай өте керемет қатпарлы қаттамамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қолдауларыңызға рахмет.